Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алғашқылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Бишимбаевқа жасалған рақымшылық. Заңгер Тоқаевтан Назарбаев жарлығының күшін жоюды өтінді. Белгілі қазақстандық заңгер Анна Дмитриевич Чернова ел президентінен еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлттық экономика экс-министрі Қуандық Бишимбаевқа рақымшылық жасау туралы жарлығын қайта қарауды сұрады. Заңгер өз хатында Бишимбаевтың рақымшылығын егжей-тегжейлі талдап, президенттің мұндай жарлықты рақымшылық жасау мәселелері жөніндегі комиссияның шешімі негізінде шығаратынын атап өтті. Яғни сотталғанның алдын ала өтініш хатын комиссия қарайды, өз шешімін шығарады. Содан кейін ғана рақымшылық жасау туралы өтініш хатты президенттің өзі қарайды. Комиссия оң шешім шығаратынын белгілі бір ережелер мен шарттар бар. Бір өтініш аз, тиісті құжаттарда ұсынылуы керек. Бұл қандай құжаттар екені бізге белгісіз, деді Дмитриевич. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.